Армыстар, құрметті телекөрермендер, эфирде 13-ші регион бағдарламасы, студияда мен Нұргүл Жолымбетова. Әдеттейді өздеріңізге Шымкент қаласында өткен тәулікте орын алған оқыс оқиғалар жайында баяндайтын боламыз. Ал сізде жариялауға лайық бейнематериал болса, экранда көрсетілген номерге WhatsApp арқылы жіберулеріңізге болады. Республика даңғылымен Асанбай Асқаров көшесінде 3 көліктің қақтығысуымен көлік апаты орын алды. 3 жеңіл көлікте қиылысқа келгенде жолды бөлісе алмаған. Жүргізушілердің айтуы бойынша Volkswagen көлігі Kia темір тұлпарын сырып кеткен. Қақтығыстан қашпақ болған корейлік көлік Toyotаны соққан. Келе жатты, ана жерде болған оқиға ғой. Ана көлік келіп маған қысты, бұл маған қарай селт ұшып барып мені соқты ғой. Кейін бері қарай шылшық көзіме тоқтап тұрғам сол. Бұл ананы көліктен қашып кетті. Көлік келіп маған ұрды ма, білмеймін, не жерде болған оқиға. Кейін бұл маған қарай келіп маған соқты. Ұрмаса қалай ана? Ұрған болып тұр ғой. Бұл келіпті маған қарай селт. Оқиға орнында тәртіп сақшылары жұмыс жасап, оқыс жағдайдың орын алу барысын анықтады. Айта кетейік, зардап шеккендер жоқ. Тек көліктерге түрлі шығын келген. Жоқ, мен сол жерде тұрған бұда. Сен ба байдайдың? Я, мен. Сен келе жатыр. Бұда осы жерде болма. Сен алдынан шықпа. Я, алдынан шықпа. Сен барып ана. Бұлай қарай, я. Ал Әл-Фараби көшесінде Nexia және Chevrolet көліктері соқтығысып тұнды. Бұл жолда көліктер бірін-біріне жол бермеген. Нақтырақ айтар болсақ, Nexia Chevrolet машинасының бүйірінен соққан. Нәтижесінде америкалық көліктің алдыңғы бампері майысқан. Оқиға орнында жол патрульдік полиция қызметкерлері шақыртылды. Олар тиісті сызу жұмыстарын жүргізіп, кінәлі азаматты анықтауға тырысты. Білмеймін, мен шақырған екен дедім. Тағы бір жол апаты Бекжан базары маңында, яғни Темірлан тас жолында орын алды. Оқиға орнынан жеткен ақпарат бойынша BMW темір тұлпарымен тіркеуші бар ауыр жүк көлігі соқтығысқан. Келеңсіз жағдай көше қиылысында тіркелген. Соған қарағанда жүргізушілер ара қашықтықты дұрыс сақтай алмаған секілді. Салдарынан көлік кептелісі орын алып, жүргізушілер біраз әбігерге түсті. Апатты жағдай тіркелген жерде тәртіп сақшылар жұмыс жасап, жағдайда біраз уақыт өткен соң ретке келтірді. Майлықожа көшесінде жекеменшік секторда орналасқан үйде жарылыс орын алды. Үй иесі газ баллонын қолданар алдында қауіпсіздік шарасын ескермесе керек. Салдарынан ер азаматта бірінші дәрежелі күйік шалған. Оқиға орнына дереу төтеншеліктер шақыртылып, келеңсіз жағдайдың орын алу барысы қадағаланды. Сондай-ақ табиғи газ да өшірілді. Абырой болғанда адамдар дін аман. Бүгінге айтпағымыз осы болды. Егерде сіз күтпеген оқиғаның куәсі болсаңыз, немесе сізге тілшілердің көмегі қажет болса, онда 561632 номеріне хабарласуларыңызға болады. Ал егер өздеріңізде түсірілген бейнематериалдар бар болса, экранда көрсетілген байланыс номеріне WhatsApp арқылы жібере аласыздар. Естеріңізге сала кетейік, біздің түсірілім топ бір тәулік бойы кезекшілікте. Сіздермен бірге болған мен Нұргүл Жолымбетова, амандықта жолыққанша.